Түнгі аспан тыныштығын бөгде-ғаламдық шу аппараты бұзып, жерге қарай құлдилай бастайды. Атмосфераға енген сәтте ол отқа оранып, ақыры көлге құлайды. Кеме қирандыларынан ауыр қаруланған 2 адам шығады. Олардың бірі серігін судан шығарып алады, бірақ ол есінен танып қалады. Сол сәтте оның санасында өткен шақтың қысқа көріністері жылт етіп өтеді. Есін жиған кезде ғарышкер өзінің серігі ауыр жарақаттан көз жұмғанын түсінеді. Алыстан ол роботтың даусын естиді, бұл көлде қалған компьютер еді. Ол машинаны құтқарып, белгісіз бір тілде өздері қонған планета туралы ақпарат сұрайды. Сонымен қатар, басқа кемелердің орналасуын білгісі келеді. Бірақ компьютер маңайда басқа кемелер жоқ екенін хабарлайды. Бұл хабар оны көңілсіздендірсе де, ол компьютерден планета, өркениет, тіршілік иелері, тілдер мен мәдениет туралы деректерді жүктеп, өзіне көшіруді сұрайды. Бұл процесс ауыр әрі күрделі болса да, ғарышкер ақпаратты қабылдайды. Осыдан кейін ол өзіне жаңа күш жинап, апаттан аман қалған жойқын қарумен нысанаға дәл тигізу машығын жетілдіре бастайды. Түн түскенде ол қайтыс болған серігіне қабір қазады. Енді оның жаңа мақсаты белгісіз аймақта, яғни алып орманда тірі қалу. Қаруын пайдалана отырып, ол айналаны зерттеуге шығады. Саяхат барысында ол өлген китті және қирап, қаңырап қалған ауылды табады. Жағдай ауылға адам емес, басқа бір құбыжық шабуыл жасағанын көрсетеді. Осы кезде өзін біреудің бақылап тұрғанын сезіп, ғарышкер қашуға тырысады. Бірақ оны ат мінген жауынгер ұстап алып, есінен тандырады. Бұл сәтте оның қаруы өзенге түсіп, жоғалып кетеді. Ес түсі жатқан ғарышкерді жақын маңдағы викингтер ауылының ағаш дуалмен қоршалған қорғанына алып келеді. Ауылдың ұлы залында жас Фрия мен оның әкесі, патша Хротгар, қылыштасып жекпе-жекке шығады. Фрия әкесіне өзінің таққа үміткер женихі Вульфрикке тұрмысқа шықпайтынын айтады. Шайқас кезінде Хротгар Фрияның иығын жарақаттайды, бірақ бірден оны емдеуге кіріседі. Осы кезде Вульфрик келіп, тәкаппар мінезімен Фрияны одан әрі жирендіріп, оның кетіп қалуына себеп болады. Хротгар мен Вульфрик жақын маңдағы ауылдың жойылып кеткенін талқылайды. Вульфрик сол маңнан бір адамды қолға түсіргендерін, бірақ оның ешбір белгілі ауылға жатпайтынын айтады. Ауыл тұрғындарының алдына әкелінген ғарышкер олардың киіміне таңданып, мазаққа ұшырайды. Кейін Вульфрик оны жауап алу үшін күркеге апарады. Ол ғарышкерден есімін сұрағанда, ол өзін Кинан деп таныстырады. Кинан оларға солтүстіктегі аралдан келгенін және айдағар аулап жүргенін айтады. Бірақ викингтер оған сенбей, жақын маңдағы ауылды дәл осы Кинан қиратты деп ойлайды. Кинан қашуға тырысады, бірақ викингтер оны оңай басып алады. Кейін ол отқа қыздырылған темір таяқпен қашпақ болады. Бірақ Фрия оны көруге келген кезде, жоспары жүзеге аспай қалады. Түнде Хротгар Вульфриктен ғарышкер туралы сұрайды. Алайда Вульфрик оның ештеңе айтқысы келмейтінін хабарлайды. Хротгар қиратылған ауылдың басшысы Гуннармен кездесіп, бұл шабуылды өздері жасамағанын түсіндіру керек дейді. Алайда Вульфрик Гуннарға қарсы бұрыннан ашулы, себебі ол оның әкесін өлтірген. Бірақ Хротгар оған әкесінің өзін өзі опат еткенін, сол қатені қайталамау керектігін ескертеді. Фрия Кинаннан ауылға шабуыл жасаған сол ма екенін сұрайды, бірақ ол жоқ екенін айтады. Осы кезде Кинан күзетшіні соққыға жығып, қашуға әрекеттенеді. Оның жоспары сәтті болар еді, бірақ кенеттен дабыл қағылып, ауылға жау шабуылдағаны хабарланады. Барлық викингтер шайқасқа дайындалады, олар мұны Гуннардың кек алуы деп ойлайды. Алайда, сыртта ешкім болмайды, дұшпан ауылдың ішінде жүр екен. Жасырынған жау қырып жоюға кіріседі. Бұл қораларда жасырынып жатқан шұбалшаң тәрізді құбыжық еді. Кинан аңды қуалайды, бірақ күзетші оның соңына түседі. Ақыры күзетші құбыжықтың құрбанына айналып, оны ағаш дуалдың шетіне қарай сүйреп кетеді. Осы кезде Кинан бұл құбыжықтың шын мәнінде іздеп жүрген айдағары Морвен екенін түсінеді. Викингтер оны ұстап алып, тасқа байлап қояды. Осы сәтте Кинан Морвеннің өз әлеміне жасаған шабуылдарын, халқының жойылуын есіне алады. Келесі күні бір кедей бала оған нан ұсынады, ал Кинан оны күмәнмен қабылдайды. Викингтер түнгі шабуылды кім жасағанын анықтамақ болады. Олар Кинанды Хротгарға алып келеді, ал ол болса айдағар туралы сұрайды. Кинан Морвеннің өз халқында қырғанын және оның жарыққа тартып кейін құрбанын өлтіретінін түсіндіреді. Ол осы құбыжықты ауылға өзімен бірге әкелгенін мойындайды. Осы үшін Кинанды өлтіруге бел буған кезде Хротгар араша түсіп, оның әңгімесін толықтай қабылдай алмайтынын айтады. Кинан Морвенді аулауға аттанғалы жатқанын түсініп, Хротгардан өзімен бірге алуды сұрайды. Викингтер оған ат береді, ал Фрия оны бұрынғы шабуылы үшін жұдырықпен бір ұрып алады. Топ аң аулауға кетеді. Темірші Боромир Кинанға бал сусын береді, бірақ ол оны бірден түкіріп тастайды. Жолда Хротгар Кинанмен әңгімелесіп, Морвенді тоқтатпаса, бұл ауылда оның халқының күйін кешетінін түсінеді. Вульфрик маңайда көптеген мәйіттер жатқанын айтып, шағын топтарға бөліну керектігін ұсынады. Алайда Кинан бұған қарсы болып, бірге жүретіндерін айтады. Хротгар болса, жұппен жүруді құптайды. Тексеру барысында шауып өлтірілген аттың басы Хротгар мен Боромирдің үстіне құлайды. Басқа топ үңгір маңынан өртенген мәйіттерді табады. Бірақ көп ұзамай олар белгісіз бір қатерге тап болады. Жан түршігерлік айқайларды естіген топ үңгірге кіреді. Ішінде аю бар болып шығады.
онымен күрес басталады. Кинан ақырындап шабуыл жасап, Аюды жеңеді. Хродгар бұл ерлігі үшін Кинанға еркіндік сыйлайды. Ауылға оралған соң, олар бұл жеңісті мерекелеп той жасайды. Осы кезде Кинан ауыл киімін киіп келеді, ал халық оны жылы қарсы алады. Кинан Хродгармен бірге дастарханға жайғасады. Оған бұрын нан берген бала келеді, ал Кинан оған Аюды өлтірген қылышын сыйға тартады. Баланың есімі Эрик екені белгілі болады. Алайда кенеттен гуннардың жасағы ауылға шабуыл жасап, қанды шайқас басталады. Екі жақ қылыштарын сілтей отырып, шайқасқа түседі. Кинан мен Фрия бірнеше жауды жер жастандырады. Хродгар гуннармен бетпе-бет келеді. Гуннар оған тап беріп, патшаны жерге құлатады. Оны өлтірмек болған сәтте, Кинан Хродгарды құтқару үшін пайда болады. Алайда, гуннар қарсы шабуыл жасауға дайындалып жатқанда, оның өз адамдары оны ұстап алып, артқа қарай тартады. Олар жеңілгендерін мойындап, шегінетін уақыт келгенін айтады. Гуннардың тобы кетіп қалады, бірақ ол Хродгарды қарғап, оның отбасын және халқын өлтіргенін айыптайды. Ауыл шабуылдан кейін есін жинауға тырысады, ал Фрия Кинанға гуннардың кім екенін түсіндіреді. Бұрын Вульфриктің әкесі барлық ауылдарды біріктіріп, франктерге шабуыл жасау жоспарын құрғысы келген. Бірақ гуннар бұл кеңеске келмей қойған. Мұны сатқындық деп қабылдаған ол Вульфриктің әкесіне қарсы шыққан. Сондықтан екі ауылдың бір-бірін жек көруге себептері бар. Гуннардың тобы Вульфрик пен оның халқына келесі шабуылдарын жоспарлайды. Солардың бірі дәрет сындыру үшін топтан бөлінеді, бірақ оны көлдің түбінде жасырынған Морвен өлтіреді. Гуннардың сарбаздары бірінен соң бірі құлап түседі. Олар мұны Вульфриктің күтпеген шабуылы деп ойлайды. Ақырында гуннар аңмен жалғыз қалады, бірақ қорықпай шабуылдауға бел буады. Ауылда гуннардың бірнеше адамы жанұшыра айқайлап, берілуге ниет білдіріп, ішке кіргілері келеді. Алайда, Вульфрик олардың бұл әрекетін қулық деп санап, садақшыларға атуға бұйрық береді. Келгендердің арасында Морвеннен аман қалған гуннар да бар. Садақшылар бірнеше адамды атып өлтіреді, бірақ гуннар тірі қалады. Морвен оқ жаудыруды тоқтатуды сұрайды. Содан кейін ауыл қақпасын жаулардың кіруі үшін ашады. Дәл осы сәтте Вульфрик гуннарға соққы бермек болғанда, орман ішінде бір адамның көкшіл шамдармен оралып, содан кейін жыртылып жатқанын көреді. Көк шамдар қызыл түске боялып, жабайы Морвеннің пішінін ашып, оны орманға қашуға мәжбүр етеді. Енді барлығы құбыжықтың шын мәнінде бар екенін түсінеді. Ұлы залда Вульфрик пен гуннар арасында келіспеушілік басталады. Гуннар Морвенді ұру тас қабырғаға соғылғанда екенін айтады. Кинан онымен ашық далада күресу мүмкін емес екенін, сондықтан қақпан құру керектігін түсіндіреді. Вульфрик Кинанға сенбей, оның жат жұрттық екенін айтып, сөзіне құлақ аспау керектігін мәлімдейді. Алайда Кинан оның бұған дейін де жаңылысқанын, Аю шабуылы мен гуннардың әрекеттері туралы қате ойлағанын айтып, оған қарсы шығады. Екеуі төбелесуге дайындалады, бірақ Хродгар оларды ажыратады. Патша Кинанның жоспарын құптап, оның кеңесін орындау керек деп шешеді. Келесі күні ауыл кіреберісіне қақпан құру жұмыстары басталады. Ал Кинан белгісіз себептермен жаңғыш материалдарды сұрайды. Олар бірнеше метр тереңдікте ор қазып, оны кәдімгі баспана сияқты жасырады. Ішіне ағаш діңдері мен түрлі жаңғыш майлар төгіледі. Барлығы дайын болған соң, Хродгар Кинанға ауылда қалуды және олардың бір бөлігі болуды ұсынады. Осы уақытта өткен түні өлді деп есептелген адамдардың бірі өліктердің ортасында оянады. Бірақ оны Морвен бір жола өлтіреді. Фрияның үйінде Кинан екеуі бірге тамақ ішіп отырған кезде, Кинан өзінің құпиясын ашады. Оның халқы, Кинанның қоғамы басқа әлемдерді жаулап алушы өркениет. Олар Морвендердің мекеніне келгенде, бомбалармен олардың түрін жойып жіберген. Тірі қалған Морвендер аң аулау арқылы жойылған. Осылайша бұл планета толықтай басып алынған. Кинан ғарыштық отарлаушылар тобының мүшесі болған, ал Морвендердің жойылуына үлес қосқаны үшін және оның отбасы жаңа мекенге қоныстану құқығына ие болған. Бірақ кейін ол жаңа тапсырмаға кетуге мәжбүр болғанда, тірі қалған Морвендердің бірі кеменің желдеткіш жүйесінде жасырынғанын және ақырында бүкіл халықты қырып тастағанын біледі. Кинан бұл қателік үшін өзін кінәлайды, бірақ Фрия оған өзін жазғырмауға кеңес береді. Ол Кинанға жақсы күресе алу үшін өзінің отбасылық қылышын сыйлайды. Барлығы Морвенге қарсы қақпанды дайындауға кіріседі. Енді гуннар да олардың жағына қосылады. Жауынгерлер қақпаны ашады, ал Вульфрик пен Кинан аңды күтіп, сыртта тұрады. Алайда, біраз уақыт ештеңе болмайды. Кинан алау алып, оны орманға лақтырады. Сол кезде олар Морвеннің тура алдында тұрғанын көреді. Күтпеген жерден ауылдың діни қызметкері пайда болып, құбыжықты шайтанның елшісі деп атап кетуін сұрап дұға етеді. Бірақ Морвен оны сол жерде аяусыз өлтіреді. Кинан мен Вульфрик шегіне бастайды. Суға жасырылған тұзақтан өтіп, қалқандарды көпір ретінде пайдаланып, арғы жағына өтпек болады. Алайда, Вульфрик құбыжықтың жанына суға құлап түседі. Жағдайды одан әрі ушықтырғаны, жауынгерлер қақпаны жауып, екеуін іште қалдырады. Садақшылар жалынды жебелерін атқалы жатқанда, Кинан Вульфрикке көмектесіп, оны сыртқы қақпақ арқылы тартып алып, жарылыстан аман алып қалады. Барлығы таңданып тұрған сәтте, екінші, кішірек Морвен әйелдер жасырынған жерден шығады. Оларды қорғау үшін Фрия шабуыл жасайды. Әкесі оны құтқаруға ұмтылады,
бірақ қысқа шайқас барысында ол ауыр жараланады. Бұл кезде үлкен Морвен де қайта оралады. Жалындап тұрған оттан шығып, бұрынғыдан да ашулы күйде. Вульфрик пен Кинан бірігіп шабуыл жасайды. Бірақ құбыжық олардан әлдеқайда күшті болып шығады. Гуннар көмекке ұмтылады, алайда Морвен оны лезде басын шауып, көз алдыда қырып тастайды. Осыдан кейін құбыжық тағы да қашып кетеді. Эрик Кинанға екінші Морвеннің бар екенін айтып, Фрейяға көмектесуге асығады. Өкінішке орай, олар Фрейяны әкесінің жансыз денесін құшақтап отырған күйінде табады. Ол шайқас кезінде қаза тапқан. Келесі күні бүкіл ауыл жаңа шабуылдан қорқып көшіп кетеді. Эрик Кинанға ауылда қалғысы келетінін айтады, бірақ Кинан оған бұл жер енді қауіпсіз емес екенін. Сондықтан ол басқалармен бірге қайыққа мінуі керектігін түсіндіреді. Кинан оған болашақта қайта кездесетіндеріне уәде береді, қоштасады. Кинан Вульфрикпен кездеседі. Бірақ соңғы оқиғалардан кейін ол өзін патшалыққа лайық емес сезінеді. Кинан оған құбыжықпен бірге күресуге тиіс екенін айтады. Олар бірге бір топ жауынгер жинап, құбыжықтың мекенін табу үшін ауылдың құдығына түсуге шешім қабылдайды. Кинан Боромирден жаңа, мықты қару-жарақ жасауын сұрайды. Содан кейін Кинан, Фрейя және Вульфрик кеменің құлаған жеріне барып, су астына сүңгіп, қажет материалдарды алып шығуға тырысады. Бірақ Кинан судың астында Морвенге тап болады. Су бетіне шыққан кезде олардың қайығы жойылып кеткенін және Вульфриктің ғана аман қалғанын көреді. Бірақ Фрейяның ізі жоқ. Боромир үлкен, бұрын соңды болмаған мықты қылыш жасап шығарады. Барлығы дайын болған соң, Кинан құдыққа түсіп, жерасты үңгірін табады. Қалғандары келген соң, олар алға жылжиды. Фрейя оянып, өзін өліктерге толы құбыжықтың ұясында жатқанын көреді. Қашуға тырысады, бірақ Морвен оны байқап қалады. Дегенмен, құбыжық кіргендер бар екенін сезіп, Фрейяны тастап, оларға қарай бет алады. Кинанның тобы лавалы едені бар үңгірге тап болады. Олар кіші Морвенді жарақаттап, ұясының орнын табады. Бірақ ауыр шығынға ұшырайды. Соның ішінде Боромир де қаза табады. Фрейя өзін жинап, топқа қосылуға тырысады. Ол өтуі тиіс үңгірдің тесігі өте кішкентай болып шығады. Амалы қалмаған достары оған қылышты береді. Және Фрейя құбыжықты бір соққымен өлтіреді. Бірақ қуанышты кездесу болмайды, барлығы үңгірдегі өліктердің санын көріп, шошып кетеді. Кенеттен жақындап келе жатқан дыбысты естіген олар кетуге асығады. Соңғы Морвен өзінің баласының өлі денесін тауып, жауынгерлерге ессіз ашумен шабуылдайды. Барлығы таудағы сарқырамаға жетеді. Бірақ қашып кету мүмкін емес, қабырғалар тым тайға. Олар өрмелеуге тырысады. Бірақ Фрейя құлап кетеді, оны Кинан құтқарады. Осы кезде Вульфрик үлкен Морвеннің шабуылына ұшырайды. Үмітсіз жағдайда ол құбыжықты бетіне жаралайды. Морвен ашуға булығып, Вульфрикті Кинанға қарай лақтырады. Осылайша Кинан жекпе-жекте жалғыз қалады. Ол қылышымен құбыжықтың бір мүшесін кесіп түсіреді, бірақ оны толығымен өлтіре алмайды. Қанның ізімен жүріп келе жатқан Кинан сүрініп кетеді. Дәл осы сәтте құбыжық оған шабуыл жасамақ болады. Бірақ Фрейя оны тосыннан соққыға жығады. Бұл Кинанға соңғы соққы жасауға мүмкіндік береді. Алайда, Морвен оны жардан лақтырып жібере жаздайды. Фрейя Кинанды ұстап қалады, бірақ ол әлі де құбыжықтың қысымында. Кинан қылышын алып, Морвеннің қолын шауып түсіріп, оны тұңғиыққа құлатады. Олар қайтыс болғалы жатқан Вульфрикке оралады. Ол құбыжықтың өлгенін сұрайды, ал Кинан мен Фрейя растаған соң, Вульфрик Кинанға патшалық белгісі медальоны ұсынады. Ол Кинан мен дұрыс достық орнатпағанына өкінеді. Бірақ Кинан оны түзетіп, екеуінің шын мәнінде дос болғанын айтады. Осылайша Вульфрик жан тәсілім етеді. Кинан мен Фрейя жарды өрмелеп шығады. Төменде қайықтарда күтіп тұрған Эрик пен ауыл тұрғындарын көреді. Екеуі сүйседі, бірақ Кинан Фрейямен қалмайтынын айтады. Өйткені ол әлі бір істі аяқтауы керек. Фрейя алаңдайды, өйткені оның енді қайтып келмеуі мүмкін екенін түсінеді. Кинан өз кемесінің кирандыларына қайта оралады. Ол онда ұйқыда болған әйелінің апат кезінде капсуласы бұзылып, қайтыс болғанын көрсетеді. Кинан онымен қоштасып, компьютеріне оралады. Құрылғы оның серіктеріне белгі береді. Бірақ Фрейя жасырын түрде қарап тұрады. Ол Кинанның компьютерді жойып, үйіне оралу мүмкіндігін құрбан еткенін көреді. Эпилогта Фрейя Вульфрик пен Ротгардың викинг дәстүріне сай жерленгенін айтып береді. Кинан бұрын бөтен адам болса, енді олардың патшасына айналды. Фрейя оның жары атанды, ал Эрик асыранды ұлы. Фрейя сөзін Кинанның құрбандығын айтып аяқтайды, ол құдайлар жіберген адам еді. Бірақ кетер сәтінде олармен бірге қалуды таңдады. Және фильм аяқталады.